Қазақ халқының притчасы. Аңшы мен қойшы. Баяғыда екі дос өмір сүріпті. Біріншісі қойшы, ал екіншісі аңшы болған. Қойшы жомарт, ал аңшы әділ болыпты. Олар достық пен келісімде өмір сүріпті. Бірақ әлемде тағы да шайтандар да өмір сүрген. Олар екі достың достығын көре алмай, екеуінің қарым-қатынасын бұзуды ойластырыпты. Бірде кәрі шайтан ұлынан сұрапты. Ол дүниеде дұрыс жолдан адаспаған адамдар қалды ма? Әлі де біздің құлыққа берілмеген адамдар бар. Бұл аңшы мен қойшы. Осы екеуін өзімізге қаратсақ, өздері адасады деп ойлаймын. Ол үшін олардың дүниесіне кіріп, бір-біріне деген дұшпандық сезімін ояту қажет. Шайтандар дәл осылай жасап достарды ұрыстырады. Біраз уақыт өткен соң аңшы мен қойшы мүлдем жауға айналады. Бірде әділ аңшы далаға серуендеуге шығыпты. Ол кезде шайтан оның жан дүниесінде отырған. Ал қойшы серуендеуге қарумен шыққанда, оның ішінде шайтанның баласы отырған. Жаулар кездескенде қойшы аңшының қарусыз екенін байқады және оны өлтіргісі келді. Бірақ аңшы бұрынғы досының қалауын болжап, «Сен әрдайым жомарт болдың, сол себепті маған қаруыңды бер, және сол күйінде мейірімді болып қалғаныңды көрсет». Егер мен қаруымды аңшыға берсем, өзім өлемін. Ал егер де дұшпанның өтінішін орындамасам, абыройсыз болып қаламын. Әрине, менің қылышымды ал, бірақ есіңде болсын, сен де маған әділдігіңді дәлелде. Қаруды алған аңшы қойшыны өлтірмекші болды, бірақ досының әділдік туралы әңгімесі есіне түсіп кетті, және бұрынғы досын өлтірудің орнына оған жүгіріп барып, оны құшағына қысты.